Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында өте дәмді KFC дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Керекті ингредиенттердің мөлшерін описаниеда жазылып тұр. Алдымен маринад дайындаймыз. Жылы суға сұйық май, бұрыш, тұз, қызыл бұрыш бәрін салып араластырып аламыз. Молотый имбирді салып, тағы да бір араластырып аламыз. Дайындаған маринадымызды тауық қанаттарының үстіне құямыз. Жақсылап тұрып, қолдың көмегімен араластырып аламыз. Бетін пищевой пленкамен жауып, холодильникке 2 сағатқа қойып қоямыз. Панировкасын дайындаймыз. Ол үшін ұнға тұз, бұрыш, менде осындай арнайы смесь бар, соны көбірек қостым. Өздеріңіздің қалауыңызша қосуға болады. Маринадталған крылышкені біртіндеп панировкаға саламыз. Жақсылап тұрып араластырып аламыз. Дуршлагқа саламыз оны. Дуршлагты осылай 1-2 рет сілкіп аламыз. Алдын ала дайындап қойған суға дуршлагымызды саламыз. Дуршлагта 2-3 минут тұру қажет. Енді қайтадан панировкаға саламыз. Панировкаға жақсылап тұрып аунатып аламыз. Қызып тұрған майға бір-бірден салып, шамамен 8-9 минут қуырып аламыз. Осындай золотисты корочка болып шығу керек. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын.